Бірінші кезеңде медициналық оңалту шараларының бизнес процесі. Пациент емделуге жату үшін медициналық санитарлық алғашқы көмек маманы жолдама беру керек, немесе ақпараттық жүйедегі күту парақшасына тіркеліп, жоспарлы емге талон алады. Стационар маманы күн сайын жоспарлы емге жолдама алған пациенттер тізімін қарап отырады. Сөйтіп, ауруханадағы босаған орындарды медициналық ақпараттық жүйедегі порталға енгізеді. Ол мәлімет 9,5 сағат сақталады. Медициналық ұйым пациентті қабылдау бөлімінде жұмыс кестесіне сәйкес 60 минуттың ішінде қабылдап тіркейді. Дәрігердің тағайындау парағы мен медициналық карта госпитализациялау бюросы ақпараттық жүйесіндегі 907 бұйрыққа сәйкес 003У формасы бойынша рәсімделеді. Қажет болған жағдайда қабылдау бөлімінде консилиум ұйымдастырылады. Толық тексеруден кейін медициналық қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда пациент бейімді бөлімге жатқызылады. Емделуші мен денсаулық сақтау ұйымы арасында нөмірі 418 бұйрыққа сәйкес медициналық көмек көрсету бойынша типтік келісім шарт жасалады. Медициналық қызмет пациенттен немесе оның заңды өкілінен емдеу диагностикалық шараларын жүргізуге ерікті түрде келісім берілген соң көрсетіледі. Пациент ауруханаға түскен күні дәрігер оны тексеріп, қажет ем-домдарды жазып береді және ол туралы емделушіні хабардар етеді. Сондай-ақ оны демалыс және мереке күндерінен басқа кезде күн сайын тексеріп тұрады. Клиникалық диагноз госпитализациялау күнінен бастап 3 күнтізбелік күннен кешікпей бөлім басшылығымен бірге қойылады. Егер кезекші дәрігер пациентті қарап немесе қосымша диагностикалық және емдеу шараларын жүргізсе, медициналық картаға міндетті түрде жазба қалдырады. Пациенттің жағдайы күрт нашарлаған жағдайда кезекші дәрігер бөлім басшысына емдеуші дәрігерге айтады. Осылайша диагностика және емдеу процесіне енгізілген өзгертулерге бойынша өзі тағайындаған ем бойынша келісім алып, стационарлық науқастың электрондық тіркелімі ақпараттық жүйедегі медициналық картаға жазба енгізеді. Стационардан емделіп шыққан пациентке 022У және 107У формасы бойынша оңалту картасы беріледі. Ол жерде клиникалық диагноз, жүргізілген диагностикалық зерттеулер көлемі мен емдеу шаралары, ары қарай бақылау мен емделу туралы ұсынымдар жазылады. Екінші кезеңде медициналық оңалту бизнес процесі. Екінші кезеңдегі қалпына келтіру емі мен медициналық оңалту стационардағы науқастың электрондық тіркелімі ақпараттық жүйесінде жаңадан тіркеледі. Емделуші мен денсаулық сақтау ұйымы арасында 418 бұйрыққа сәйкес медициналық көмек көрсету бойынша типтік келісім шарт жасалады. Медициналық қызмет пациент немесе оның заңды өкілі емделу диагностикалық шараларын жүргізуге ерікті түрде келісім берген соң көрсетіледі. Медициналық оңалту нозологияға пациент жағдайының ауырлық дәрежесіне және жұмыс істеудің халықаралық жүктелуі негізінде биоәлеуметтік функциялардың бұзылуына байланысты балмен қалпына келтіру дәрежесімен оңалту шкаласы бойынша мультитәртіптік топ мамандарының қатысуымен жүзеге асырылады. Пациент ауруханаға түскен күні дәрігер оны тексеріп, қажет ем-домдарды жазып береді және ол туралы емделушіні хабардар етеді. Сондай-ақ оны демалыс және мереке күндерінен басқа кезде күн сайын тексеріп тұрады. Медициналық карта мен оңалту картасына емдеу бойынша жазбалар енгізіледі. Пациенттің жағдайы күрт нашарлаған жағдайда кезекші дәрігер бөлім басшысына емдеуші дәрігерге айтады. Осылайша диагностика және емдеу процесіне енгізілген өзгертулер бойынша өзі тағайындаған ем бойынша келісім алып, медициналық және оңалту карталарына жазба енгізеді. Стационардан емделіп шыққан пациентке 027У және 107У формасы бойынша оңалту картасы беріледі. Ол жерде клиникалық диагноз, жүргізілген диагностикалық зерттеулер көлемі мен емдеу шаралары, ары қарай бақылау мен емдеу көрсетіледі. Егер үшінші кезеңдегі қалпына келтіру және медициналық оңалту қажет болмаса, медициналық көмек көрсету аяқталады. Бұл жазбалар стационарлық науқастың электрондық тіркелімі ақпараттық жүйесіне және госпитализациялау бюросына ауруханадан шыққан нақты уақыты мен дәл сол күні енгізіледі. Үшінші кезеңде медициналық оңалту бизнес процесі. Өз еркімен қозғала алатын пациенттерді медициналық оңалту, сондай-ақ қарқынды емдеуді қажет етпейтін болса, ем-дом тәулік бойғы немесе күндізгі стационарда жүргізіледі. Медициналық оңалту курсы аяқталған соң үйлестіруші дәрігер қолхат арқылы пациенттің қолына 907 бұйрықпен бекітілген және оңалту шаралар көрсетілген медициналық картаның 027У формасы бойынша көшірмесін береді. Сондай-ақ госпитализациялау бюросы ақпараттық жүйесінде электронды форматта 027У формасы жасалады.
Амбулаториялық кезеңде медициналық, санитарлық алғашқы көмек көрсетілетін жалпы практика дәрігері, бейінді мамандар және мультитәртіптік команда мамандарымен бірлесе отырып, медициналық көрсетілімдер мен қарсы көрсетілімдерді медициналық оңалтуды жүргізу үшін ұйымдастыру кезеңін анықтайды және жеке оңалту бағдарламасының бөлігін қалыптастырады. Медициналық оңалту бойынша көрсетілген қызметтер медициналық ақпараттық жүйеге енгізіледі. Мультитәртіптік команданы үйлестіруші дәрігер басқарады. Ол медициналық реабилитология сұрақтары бойынша оқытудан өткен мультитәртіптік команда қызметінің жетекші дәрігері және үйлестіруші. Үйлестіруші дәрігер, реабилитолог дәрігер, психология саласындағы маман, емдік мәдениет бойынша жаттықтырушы маман, емдік мәдениет бойынша нұсқаушы маман, емдік дене шынықтыру кабинетінің медбикесі, еңбек терапиясы бойынша нұсқаушы маман, физиотерапиялық кабинеттің медбикесі, күтім бойынша медбике, әлеуметтік жұмыскер. Үйлестіруші дәрігер пациентті мультитәртіптік команда мамандарынан құралған бейінді мамандар консультациясына жібереді. Олар бағалау тестін өткізіп, мультитәртіптік команданың қорытындысын шығарады. Дәстүрлі терапия бейіні бойынша жоғары медициналық білімі бар маман, функционалды диагностика бейіні бойынша жоғары білімі бар маман, массаж кабинетінің медбикесі, логопед, дефектолог мұғалім, сурдолог мұғалімі, тифлопедагог, тәрбиеші, балаларды оқытатын мұғалім, әлеуметтік педагог, музыка мұғалімі. Жоғары немесе орта медициналық немесе медициналық емес білімі бар ортезист маман. Ары қарай емделуші реабилитолог дәрігердің консультациясына барады, кейін орта медицина қызметкері медициналық оңалту қызмет алу кестесін жасайды. Пациент медициналық оңалтуды журналда белгі қою бойынша кестеге сәйкес реабилитолог дәрігердің бақылауы бойынша алады. Медициналық оңалту курсынан кейін дәрігер реабилитолог пациентті қайта қабылдау қажеттігі туралы шешім қабылдайды.